Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге рассыпчатый ристің, яғни шашырап пісетін, бір-біріне мүлдем жабыспайтын өте әдемі күріштерді қалай жасалу керектігімен бөлісемін. Мен үнемі дәл осылай жасаймын. Ең әуелі қызып тұрған табаға біз подливын жасап алатын боламыз. Тауық етін салып қолдандым. Егер сіздерде жылқы, сиыр еті болса да қолдануға болады. Мен көбінде тауық етімен жасаған подлив күрішпен керемет үйлеседі. Сол себепті ең әуелі тауық етін жақсылап қызартып қуырып аламыз. Содан соң пиязды да кішкене қызартып қуырамыз. Сәбіз және де түрлі түсті болгарскийлерді қолдандым. Үйіңізде қандай аскөктер бар, барлығын салсаңыздар өте керемет болып шығады. Және де үстен капустамызды салып кішкене қуырдым. Дәміне қарай тұз салдым. Және де қызыл болып шығу үшін паприка немесе томат пастасын қолдансаңыздар болады. Кішкене барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Және де үстінен су құйыңыздар. Кішкене тауық еті піскенше жақсылап бетін жауып, баяу отта қайнатып пісіресіздер. Немесе өзіңізге ұнаған кез келген подливті қолдануға болады. Осылай подливті жасап болдық. Енді күріш дайындайтын боламыз. Табамызға кішкене май құямыз, және де күрішті жақсылап суы мөлдір болғанша жақсылап жуып аламыз. Және де дәл осы күрішті 1-2 минут қуырып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ, тек қана бір-екі рет айналдыра қуырамыз. Және де суын күріштің бетін жауып тұратындай көп етіп су құйыңыздар. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаймыз. Тұз салып, және де бетін суын кішкене күріштің бетін жауып тұратындай көптеу етіп құямыз да, бетін пергамент бумагасымен жауып қоямын. Қақпағынан кішкене бу шығады, сол себепті ешқандай бу шықпайтындай қағазбен жауып, оның үстінен қақпағын жауып қойыңыздар. Сонда біздің ешқандай табамыздан буы шықпай өте керемет болып піседі. Небәрі 15-20 минутта пісіп шығады. Менің күріштерім 15 минут шамасында пісті. Менің күрішім лазер күріші. Кез келген күрішті 15-20 минут аралығында пісіріп аласыздар. Өте керемет, бір-біріне жабыспайтын, шашырап пісетін күрішіміз дайын. Осылай кеселерімізге салып, жан-жағына кез келген подливті қойып, кешкі ас ретінде, түскі ас ретінде берсеңіздер болады. Біздің отбасымыздың ең сүйікті тағамдарының бірі осы күріш. Өйткені бұл күріш ерекше дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда көптеген рецепттер болады. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Менің видеоларым сіздерге ең алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.